Көркем көз жасын тия алмай өзінің күйеу жігітіне қарап тұрды. Енді айтуға келсе күйеуі. Ол оны жаңа ғана мейрамхананың қоймасында өздерінің куәгер қызымен, құрбысы Әйгеріммен құшақтасып тұрған жерінен ұстап алған еді. Сен деп сыбырлады Көркем. Жігіт оған қарай бір қадам басты. Көркем, қоя қой, сен бәрін дұрыс түсінбедің. Біз жай ғана қалжыңдап тұрдық. Әйгерім, айтшы оған. Жалғас мас күйден айығуға тырысып бетін сипалады. Ал Әйгерім болса сабыры мен кейімін түзеп Көркемге қарады. Құдай-ай, сен аспаннан түскен дейсің ғой? Әлде паспорттағы мөр бірдеңе білдіреді деп ойлайсың ба? Ол кісен емес, біліп қой. Әйгерім, сен менің құрбым едің ғой? Бұны қалай істей алдың? Әйгерім айғайлап жіберді. Не істедім? Не болды сонша? Күйеуіңді өлтірдің бе? Әлде бір жерін жұлып алдың ба? Несі бар? Сен тұрмысқа шықтың. Алдыңда тұрақтылық және осындай жағдайлар әлі көп болады. Сондықтан үйрене бер. Ақшақар болып отырғаның не? Әйгерім шығып кетті. Жалғас Көркемнің қолынан ұстауға ұмтылды. Көркемнің жүрегі айнып кетті. Маған тиіспе, енді ешқашан маған қолыңды тигізбе. Жалғас күрсінді. Көркем, шыбыннан піл жасама, ештеңе болған жоқ, сабыр ет. Қалай болғанда да сен қазір менің әйелімсің. Қалай болғанда да? Бүгін әйелмін, ертең жоқпын. Неке жойылатынын білесің бе? Сен бұлай жасамайсың. Енді 50 адам қонақ отыр. Жалғас, қонақтарыңды ұмытпа. Менің жағымнан тек Әйгерім ғана болды. Ол да сенің қонағың болып шықты. Өткіз мені. Ол күйеуін итеріп сыртқа жүгіріп шықты. Қайда болса да тек осы жерден алысқа. Оның бәрі сияқты өмір сүремін деген арманы бір сәтте күл талқан болды. Көркем өзін білгелі балалар үйінде өскен. Оны небәрі 2 апталық кезінде кіреберістің алдына тастап кеткен. Іздеу еш нәтиже бермеді. Іс жабылып архивке жіберілді. Бәрі де оны біреулер қалдырып кеткен шығар деп ойлады. Сығандары болуы мүмкін деген болжам болды. Бірақ Көркем ақсары еді. Бала кезінен-ақ ол өзгелерден ерекше болды. Тәжірибешілер оны жек көрмейтін, бірақ біртүрлі именетін. Көркем ешқашан жыламайтын. Егер бірдеңе қолынан келмесе, шыққанша тыным таппайтын. Ешкімнің көмегін қабылдамайтын. Өзім деп ырылдайтын. 7-ші сыныптақ Көркем өзгелер сияқты кез келген жұмысқа іліге салатын адам болмайтыны белгілі болды. Оның айқын жоспары бар еді. Тәрбиешілер оның дәптеріндегі жазбаларды көргенде тек бастарын шайқайтын. Бірақ олардың бір жақсы қасиеті бар еді. Көркемге кедергі келдірмейтін. Қажет болса, әрдайым кітапханаға, үйірмелерге жіберетін. Қашып кетпейтінін де білетін. Өйткені ондай нәрсе оның жоспарында жоқ болатын. Ал Көркем бір ғана нәрсені армандайтын. Ол көшеде серуендеп жүрген, бір жаққа асығып, бірдеңе сатып алып жүрген балалы отбасыларға қарап, бір күні өзінің де дәл сондай отбасы болатынын ойлайтын. Нағыз отбасы. Оны қорғайтын, қамқор болатын, еркелетіп жақсы көретін күйеуі. Бір бала, мүмкін тіпті 2, ұл мен қыз. Көркем оқуды да жай ғана қыз болып емес, өмірге дайын, өзінде бірдеңесі бар қыз болып тұрмысқа шығу үшін. Сосын жұмыс істеді, ешкімге масыл болмай, өзін өзі толық қамтамасыз ету үшін. Сосын тағы жұмыс істеді, өйткені жобаны тастап кетуге болмайтын. Бастығы жоспарларын кейінге шегіруін өтінді. Жұмыстың бел ортасында жүрген кездері еді.
Сосын фирма кеңейді, ал Көркем жаңа қызметке көтерілді. Сосын ол бір күні ойланып қалды. Оған 28 жас болыпты. Дәл сол сәтте оның жанында Жалғас пайда болды. Жас, ақылды, өршіл, сұлу, дәл өзі армандағандай күйеу. Және ол өмірінде алғаш рет осылай қатты қателесті. Бір кездері Көркем өзіне: мен әрдайым тек алға жүремін, жолымда ешқандай кедергі болмауы тиіс деп уәде берген еді. Бірақ оның жаны ауру болатын. Өзіне өзі мойындамаса да, жанның да ауыратынын іштен сезетін. Ол робот сияқты болуға тырысты. Эмоциясыз, аяусыз, сезімсіз. Өйткені тек осындай адамдар ғана бірдеңеге қол жеткізе алады деп ойлайтын. Ал болмашы нәрсеге жылап, уайымдап, күйзеліске түсетіндер ештеңеге жете алмайды деп сенетін. Ол саябаққа дейін жетіп, орындыққа отыра кетті. Жалғыз жарым өтіп бара жатқан адамдар оның сәнді қалыңдық көйлегіне таңырқай қарап қойды. Көркем іштей ызаланып, өз-өзіне сыбырлады: бітті. Енді ешқандай тәжірибе жоқ. Жетер. Көзін төмен салғанда жерде жатқан телефонды көрді. Ескілеу, күлгін қаптамада. Әрине балаға тиесілі сияқты. Мүмкін бір бала түсіріп алған, немесе ұмытып кеткен болар. Ол телефонды қолына алып, әрі-бері айналдырды. Енді мұны иесіне қалай қайтарамын? Жанындағы түймені басып қалды. Экран жанып кетті. Қызығы, ешқандай құпия сөз жоқ. Бәлкім, мұндай ескі модельдерде пароль болмайтын да шығар. Кездейсоқ экранды түртіп қалғанда галерея белгішесі ашылды. Сол сәтте экранда өздігінен түсірілген шала шарпы селфидегі баланың жүзі пайда болды. Көркем еріксіз жымиып қойды. Әдетте адамдар өзін суретке түсірерде ұзақ бет жасайды. Ал мына қыздың жүзі қандай шынайы, әдемі, сүйкімді еді. Алдыңғы тісі жоқтығы тіпті одан бетер жарасымды. Көркем әрі қарай сырғытты. Тағы суреттер көп екен. Олардың көбінде қыз бір ер адаммен бірге. Бірақ бір түрлі нәрсе де бар еді. Тек не екенін бірден аңғармады. Сосын Көркем түсінді. Барлық суреттерде әлгі ер адам отырған немесе жатқан. Қызды қолына көтеріп тұрған бірде-бір кадр жоқ. Ал суреттерге қарағанда ол баланы өте жақсы көретін. Қыз да оны жақсы көретін. Кенет Көркем өзін детектив сезініп кетті. Сосын видеоны ашты да қатып қалды. Видео жаңа жылда түсірілген екен. Яғни 4 ай бұрын. Кішкентай шырша, өте қарапайым ойыншықтар, қараңғы, тек гирлянда ғана баланың жүзін жарық қылып тұр. Қыз жылап отыр еді, сосын сөйлей бастады. Аяз ата, мен саған хат жазып үлгермедім, бірақ сенің де телефоның бар шығар деп ойлаймын. Мен сені қатты өтінгім келеді. Маған ешқандай сыйлық әкелме, тіпті ең әдемі қуыршағымды саған бере аламын. Рас, оның шашы аз, өйткені мен оған жиі түрлі шаш үлгілерін жасаймын. Маған ештеңке әкелме. Тек папама қайтадан аяқпен жүруге көмектесші. Ол қатты уайымдап жүр. Ал бір тәте мені жақында қандай да бір қамқоршылық алып кетеді деді. Мен папамнан айырылғым келмейді. Ол жақсы, өтінемін Аяз ата, бізге көмектесші. Экран сөнді. Көркем қараңғыланып қалған телефонға үнсіз қарап қалды. Видео соңғысы болды. Дәлірек айтсақ, ең алғашқысы. Көркем жүзін жерге тосып тұрды. Көздері күйіп бара жатқандай болды. Жылап тұрма. Бір күнде екінші рет. Бұл тіпті тым көп сияқты.
Ол мына қыздың қайда тұратынын анықтап, телефонын қайтарып беруі керек. Оған қоса бірдеңе тәтті де алып барар бала ғой. Көркем қайтадан суреттерді ақтара бастады. Міне, қыз далада тұр. Сол бір үй, тағы да сол үй. Ал жанында теміржол вокзалы көрініп тұр. Бұл жер осы маңайдан алыс емес қой. Көркем көйлегінің етегін көтеріп алып, батыл түрде тротуармен жүріп кетті. Машиналар сигнал беріп жатыр. Ол мүлде мән бермеді. Бір дүкенді көріп кірді. Маған торт, кәмпит және тағы бірдеңелер беріңізші. Сатушы оған таңырқай қарады. Үстелге алуды ұмытып қалдыңыз ба? Қандай үстелге? Көркем өзіне қарап, алып күліп жіберді. Жоқ. Дастарханда бәрі жеткілікті. Ол тамақтан жүрегім айнып тұр. Сатушы басын изеді. Ондай да болады екен. Ал сіз осы маңайда тұрасыз ба? Иә, өмір бойы осындамын. Кешіріңіз, мына қызды қалай табуға болатынын айтып жібересіз бе? Әйел телефонға, сосын Көркемге қарады. Енді бұрынғыдай жылы емес. Сізге Кәусар не үшін керек? Дұрыс түсіріңіз, ешқандай жаман ойым жоқ. Мен оның телефонын тауып алдым. Түсіріп алған сияқты. Қайтарып берейін деп едім. Және тәттілер де алып алдым. Бала ғой. Әйелдің жүзі бірден жұмсарды. Ой, кешіріңіз. Кәусар жақсы қыз, әкесі де керемет адам. Бірақ жолдары болмай-ақ қойды. Қандай бір жаман қарғыс жабысып алғандай. Мына жақта сары 2 қабатты үйді көріп тұрсыз ба? Сол жерде тұрады. Сол жақ кіре беріс, 2-ші қабатта, тура есік. Үлкен рахмет сізге. Көркем сыртқа беттеді, ал сатушы шыдамай сұрады. Өз тойыңнан қашып кеткенсің бе? Иә, сол жерде-ақ тұрмысқа шыққан адамыма көңілім қалды. Жақсысы, бірнеше жылдан кейін емес, қазір. Көркем есіктің алдында тұрды. Қатты толқып тұр. Осынша тәтті сатып алды. Ал мүмкін балаға тәтті мүлде болмайтын шығар. Жалпы балаға тәтті жеуге болмайды екен. Көркем қоңырауға енді ғана қол тигізгенде есік бірден ашылды. Табалдырықта бір қыз тұрды. Дәл сол телефондағы қыз. Ал Көркемге таңырқай қарап қалды да, бір сәттен соң пәтердің ішіне қарай жүгіріп кетті. Әке, мұнда қалыңдық тұр, нағыз қалыңдық. Кәусар, не айтып тұрсың? Қандай қалыңдық? Қайдан келді ол мұнда? Көркем жарыққа қарай бір қадам жасады. Оған қарсы мүгедек арбасында отырған бір ер адам жақындап келе жатты. Жасы шамамен 35-терде. Көзі тірі, сергек. Бірақ жүзі сөнгендей. Қастарының ортасында терең әжім. Сәлеметсіз бе? Бізге келдіңіз бе? Оның қастары жоғары көтеріліп кетті. Ал қыз бірден секіріп, мәз болып тұр. Айттым ғой. Ер адам оған қатаң қарады. Бөтен адамдарды осылай алдап, өз құлықтарыңа араластыру дұрыс емес. Қыз ренжіп, пысқырып алды. Әке, мен ештеңе ұйымдастырған жоқпын. Ешкімді ештеңеге араластырған жоқпын. Көркем мүлде шатасып қалды. Кешіріңіздер, енді мен ештеңе түсінбей тұрмын. Мен сіздердің қыздарыңыздың телефонын тауып алдым. Қайтарып берейін деп кіргенмін. Ал құр бұл қолға келмейін деп мынаны да алып келдім. Ер адам оған тағы да таңырқай қарады. Яғни сіз Кәусармен таныс емессіз бе? Ештеңеге уағдаласқан жоқсыз ба? Жоқ әрине. Бірақ маған бәрібір қызық болды. Біз неге таныс болуымыз керек? Ер адам күрсінді. Аузын жая күліп тұрған Кәусарға қатаң қарап алды да Көркемге бұрылды. Ендеше торт әкелген соң шай ішейік. Біз
Кәусар екеуміз бәрін түсіндіріп берейік. Телефон үшін де рахмет. Бізге өте қажет еді. Келіңіз. Көркем, көмектесейін бе? Қыз басын изеп ас үйге қарай жүгіріп кетті. Ол барлық істі әрдайым жүгіріп істейтін сияқты. Көркем жымиып оның артынан жүрді. Көйлегі қабырғаға тиіп сыбдырлап тұр. Тар дәліз мұндай кең етекке есептелмеген екен. Шәйнек қайнағанша кішкентай үй иесі бәрін айтып берді. Біз әкеммен дауластық. Мен жақында екеуміз серуендейміз дедім. Ол ғажайып деген болмайды, шындықпен өмір сүру керек деді. Ал теледидарда қалыңдықтарды көрсетіп жатты. Мен сонда егер біз тірі нағыз қалыңдықты көрсек, сен ғажайып бар екеніне келісесің дедім. Неге олай айтқанымды білмеймін. Сосын ойладым. Мүмкін біреу үйленіп жатар, біз терезеден көрерміз. Ал сосын сен келдің. Енді әкем не ойласа да ғажайыптар бар. Көркем жымиып қойды. Әрине бар. Және сол ғажайыптардың бірі мына керемет бала. Олар шай ішіп отырған. Керісінше Мақсат қызының жасаған қылықтарын әңгімелеп отырды. Кәусар бәрінен де қатты күліп мәз болды. Ал Көркемнің бойын бір түрлі сезім биледі. Ұзақ айырылысудан кейін, ұзақ сапардан соң үйіне оралғандай. Жарайды, мен енді кетуім керек. Сірә такси шақыруыма тура келеді. Әйтпесе түнде көшеде қалыңдықты көрген адамдар талып қалатын шығар. Кәусар тағы да күлді. Ой, соны көргім келеді. Көркем 2 күн бойы шыдап жүрді. 2 күн бойынан кейін Кәусар мен Мақсат шығара алмады. Өзіне ештеңе істей алмады. Барса ма, бармаса ма деп жүргенде, 2-ші күні подъездің алдында жалғаспен жолығып қалды. Көркем, қашанға дейін? Енді қызық емес. Не туралы айтып тұрсың? Болмашы нәрсеге бола бұндай томсырай беру. Болмашы? Мен некені жоюға арыз бердім. Сондықтан еркінмін. Сен есіңнен адасқансың ба? Тойға сонша ақша шаштық қой. Мен жай ғана Түркиядан өтейік дегенмін. Жалғас, менің уақытым жоқ. Шынында Көркем дүкенге барайын деп шыққан еді. Бірақ дәл сол сәтте оның жоспары өзгерді. Ол өзіне жымиып қойды. Бұл жолы пакеттерді әрең көтеріп келді. Кәусарға түрлі кітап, ойыншық, қуыршақ, қысқасы қарапайым қызда болуы керек дегеннің бәрін сатып алды. Мақсат оны қабағын түйіп қарсы алды. Неге келдіңіз? Кәусар сіз туралы ғана айтып жүрген. Көркем оның суықтығына мән бермеді. Жүріңіздер, саябаққа серуендеп қайтайық. Сіздер тіпті есі дұрыс адамдар емессіздер. Мақсат еріксіз жымиып қойды. Қарсылық көрсеткісі келді, бірақ Көркем мен Кәусарға қарсы тұру мүмкін емес еді. Олар көңілді сөйлесіп келе жатқанда бір дауыс естілді. Сен не? Есің дұрыс па? Мені бір мүгедекке айыр бастадың ба? Көркем бірден арбаның алдына тұра қалып, Мақсат пен Кәусарды жауып алды. Бірақ Кәусар жүгіріп шығып, Көркемнің алдына тұрып, жұдырықтарын түйіп алды. Менің Көркемімнен аулақ тұр. Жалғас қарқылдап күлді. Ал Көркем бәрін сол сәтте түсінді. Ол мас еді, тек осы ғана жетіспей тұрған. Көркем бірден оны итеріп қалды. Балаға тиме. Жалғас оның қолынан ұстап, бұрай бастады. Сен бәрін бүлдірдің. Келесі сәтте ол жерге көрсетіп құлады. Көркем артына бұрылды. Қасында ауырсынудан бет-аузы бұртиып кеткен Мақсат тұр, қолын уқалап. Кәусар сыбырлап айтты.
айттым ғой, ғажайыптар болады деп. Олар 6 айдан кейін үйленді. Мақсат қатаң түрде Аққажға тек өз аяғымен барамын деді. Ол күндіз түні жаттығып жүрді, ал Көркем шаттана күлетін. Егер осы уақыт ішінде мен райымнан қайтамын деп ойласаң, қатты қателесесің. Мақсат жымиып, оны өзіне тартты. Айтшы, маған мұндай бақыт не үшін бұйырды дейтін. Көркем ойланып қалатын да, сосын салмақты түрде: білмеймін, бірақ мұндай бақыт саған да лайық дейтін. Мақсат кеудесін керіп қалатын. Көркем оның тізесінен секіріп түсіп, тілін шығарып күле қашатын. Соңғы кездері ол өте көп күлетін болды және эмоциясын жасырудан қорықпайтын. Егер әңгіме сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп, дүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.